2024-2025 жылдары Западный кітапхана филиалы қазақ фольклорының жанрлық және эстетикалық негіздерін насихаттау бойынша өткеннің мәңгілік мұрасы жобасын мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы бойынша жарық көрген 100 томдық бабалар сөзі ғылыми көпшілік кітаптар сериясын ұсынды. Бабалар сөзі қазақ фольклорының 100 томдық сериясы Алматыда мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы аясында Фолиант баспасында жарық көрді. Осы жобаны 2026 жылы жалғастыра отырып, сіздердің назарларыңызға Бабалар сөзі сериясының 19 томындағы Ләйлі Мәжнүн лира эпостық жырын ұсынамыз. Қисса Ләйлі Мәжнүн. Әуелі бір құдаға хамду сана, дәруірі Мұстафаға болсын жана, Алланың сүйер досты нұрдан болған, салауат Мұхаммедке болды жана. Екінші жат етемін тәңірім атын, ғаріптің қабыл айла мінәжатын, пайғамбар Расул досты қайдым тұтып, ғаріптің аман еткіл бар қажетін. Қажет көп біз пақырда көңілге алған, ете алмай мақсат хасыл болады арман. Адамды ғам суымен сипат айлап, ғам қайғы содан бізге мирас қалған. Келеді сонан бізге мирас қалып, аз дәуір харкім өтті пайдаланып. Бағдат Басра екеу тұрған жері өтіпті, бір жақсы адам, нәсілі араб. Бағдат Басра екеу тұрған жері, сұрадым таяуда ма о да бірі, тұрақтап араб ғажам тұрсадағы. Анадан айдай болып туды бала, ер оғлан болды ұжуды келген жана. Той берді, көп мал сойып шаттық етіп, құдаға мың шүкірлік айттып сәна. Неше күн той қылады көп мал сойып, бай мырза пақыр піскін қалды тойып, муәзин азан айтып қимат оқып, тарқыды қайыс мырза деп атын қойып. Тазартып баланы орап қолына алған, жан қалмай көп жылады кемпір шалдан, даяға асыра деп әмір етті, емізді сүт орнына хасыл малдан. Бір үйге баланы алып келді жетіп, үйде отыр бір жас бала қарып айтып, көрген соң жас баланы шаттық кіріп, жылағанын қойды сабыр етіп. Екеуін дая қосып алды алдына, жыламай отырғанға бек қуанды, айырып екі анасы өздері алса, пәрленіп бұрынғыдай афған салды. Бұл бала бір арабтың жалғыз оғлы, көп жылап тілеп алған хақтан мұны, ақы алып уақытша асыраймын, қайыс аты тыңдасаңыз сөздің шыны. Отырған сөз сөйлейді кәрі қатын, бұл менің өз баламдыр перизатым. Дүниеде жалғыз бала болғаннан соң, Ләйлі деп қожа молда қойған атын. Хақ берді тілеген соң қыз баланы, қыз туып көңіл шіркін мұздағаны, көтеріп жылаған соң алып жүріп, жарылып табанының сыздағаны. Түйеді қолын алып екі нұрын, айырмай бірінен көркем түрін. Дүниеде теңдесі жоқ екі бала, көрген жан хеш теңермек қожмақ қорғап. Баланы дая бақты бірнеше жыл, түзеліп күннен күнге ашылды гүл. Еңбектеп апыл-тапыл аяқ басып, қолында ата-ананың шығарды тіл. Тіл шығып бұлбұлдайын сайран етті, шаттанып ата-анадан қайғы кетті. 6-5-тен өтіп келген шақта, той қылып сүннет етер уақыт жетті. Той берді неше күндей қылып сауып, қуанысып бәйге берді аттар шауып. Молданы сүннет еткен тоғыз беріп, қайтарды ақсақалға тондар жауып. Тарқатты қызықпенен осы тойын, жасады қанша мәжіліс, қанша мойын, жібектен неше түрлі киім сайлап, түзетті тал шыбықтай көркем бойын. Сол күймен қайыс келді 13 жасына, алданып сөзді ұзатып болмашыға, баланы ата-анасы қолына ұстап, мектепке алып келді молдасына. Молдадан қайыс отырды сабақ алып, сөз бастап бисмилладан оқып қарып. Хорлайдай жұмақтағы өңшең бала, отырса төңірекке көзін сайлап. Сол қыздарда періштедей бір бала бар, өзінен табылғандай көркем ажар. Қыздар мен ер балалар бас қосқан соң, тұтанды арасында бейне базар. Сол қызға қайыс салды шын назарын, тапқандай қуанады ғашық жарын. Көңілге ғашық оты пайда болып, кетірді бойындағы ықтиярын.
Ол қызда оқып жүрген шәкірт бала Ләйлі деп атайды екен есімін жаңа. Жұмсақты раушан жүзі сабыр қылып, беріпті бәрін жиып Хақ тағала. Жүріпті сабақ алып қызбен оқылар, хабардар болған емес ешкім мұнан. Риясыз іштерінен от жанады, шын ғашық пайда болған ажайымнан. Сабырға ғашық отын жеңдір еді, өздерін мехнатқа көндір еді. Қызда ұят, жігітке әдеп кәміл толық, кетпеген ол екеуі мезгіл еді. Ғашықтық мехнат күн артар, көрмесе жарты сағат қайғы тартар. Мешітте бір-біріне жолыққанда, күлімдеп гүл раушан шер тарқатар. Қайыстан отырмайды Ләйлі жырақ, алады білмедім деп сабақ сұрап, Ләйлінің білмегенін қайыс айтар, сөзінен басқа салмас бала құлақ. Ләйліден қайыс сұрайды ұмытқанын, олардың ешкім білмес ахуалын. Бір бақта екі бұлбұл сайран етіп, бір етті екі бақта жалғыз жанын. Қосылып келеді екен молдасына, сыр ашпай бұл мазмұннан жолдасына. Ықылас жан тән бірге болғаннан соң, хабардар басқа бала болмасында. Жүріпті осыменен бірнеше жыл, паш болып ғашық Ләйлі болды мүшкіл. Екеуі ғашық деген сөзден қашып, сөйлесті сабыр сақтап сайлат дәлел. Бұрыннан екеуі де болып ғашық, соңынан мүкіс қалмас қадам басып, жалықпай қос қабақпен сөйлеседі, мен дейін Хақ тағала қылар нәсіп. Ғашықтық көркем болып пайда бермес, бұл деген осылайша сөзге сенбес. Ғарық болды жанға отқа ақыл ұят, орнына егілгенмен қайтып келмес. Әшкере мағлұм халыққа болып кетті, жасырын ішке сақтап күндер өтті. Қайыспен Ләйлі ғашық болыпты деп, Ләйлінің анасына хабар жетті. Анасы ашуланып оттай жанды, нендей іс Хақ тағала басқа салды. Ләйлі үйге сабағынан қайтқан шақта, баласын оңашалап қолын алды. Сөз айтты баласына ашуланып, деуші едім сабақ үйрен молда барып, Ләйлі ғашық бір баламен болыпты деп, барады сыртқы хабар құлақ жарып. Білмедім не боларын намыс етіп, өзіңнен бұлай болма қарар етіп. Қыз қымбат сандықтағы гауһар мысал, қадарың кем боларсың қадірің кеп. Ай балам, тыңда мұны айтарым зар, бұл істе менің қатты қорқынышым бар. Мүбәда атаң мұны естімесін, көндірер сиясатқа етіп қаһар. Мектепке бармай-ақ қой мұнан кейін, баламсың жаным тәнім мен де дейін. Істе үйде отыр машық жазып, молдаға балам сені жібермеймін. Бересің мұнша сөгіс анам деді, түсініп біле алмайды балаң деді. Ғашық-машық дегенге түсінбеймін, түсіндір баян етіп маған деді. Дәріс алып күні бойы оқимыз хат, мектепке қахан бала болмайды шар. Бір сөзді білмей тұғын аузың алып, бердің ғой түсіндірмей көп қаһарат. Шарасыз үйде отырды сабыр етіп, жүреді ата-анасы келіп кетіп, оңаша бұл ғазалды айтар еді, дертіне шыдай алмай афған етіп. Зарығып Ләйлі жылайды, ғашық жарын ойға алып, отыра алмай мұңайды, білмесін басқа біреу деп, төңірекке көз салып, қалам сия қолға алып, ішіндегі дертінен әпсана айтып қолғанып. Шын ғашық әгәр болса екі жары, болмайды қосылудың ықтибары. Араға бір жұрдалық болар себеп, тұрмайды өз-өзінде ықтияры. Ғашықтық неше түрлі, неше фасыл, мехнат суша қаттық табар асыл. Мысал бар дүниеде ойлап тұрсаң, тікеннің ортасынан шығады гүл. Ақ ұрып осылай деп зарланады, ғажаптап қаркім бұған таңданады. Жаным жоқ әзірейіл алатұғын, қайғымнан басқа менің немді алады. Жылаудан босамайды екі көзі, әшкере қапалақпен айтқан сөзі. Сандуғашпенен бұл сықылданып, Ләйлімен еске түсіп жүрген кезі. Жылаумен Қайыс мырзаның ақылы кетті, шат болып сабақ алған күндер өтті. Ләйлінің ғашығының әсерінен айырып ес түсінен мәжнүн етті.